Түз тыныштығын бозінген боздауы бұзады. Аңшылар апанға түсіп, қасқырдың бөлтірігін тірідей жұлып алады. Сол сәттен бастап еркіндікке жараланған тағының тағдыры адам қолына байланады. Бөлтірік ауылда өседі. Адам қолының жұлуында, қаталдығында қатар көреді. Оның аты Көксерек. Жаны түзге тартады. Қанында бостандық, көңілінде үрей мен өшпенділік. Қанша үйреткенімен қасқыр жүрегіндегі дала үні өшпейді. Көксерек түздің тумасы, еркіндіктің елшісі. Адам мейірімін көрсетті, бірақ қатыгездікте жасады. Сол қатыгездіктің жыртқыштың бойындағы өшпенділік болып қатты. Уақыт өтті, бөлтірік қасқырға айналды, ал қасқыр қауіпке айналды. Адам мен табиғат бетпе-бет келді. Бұл шайқасқа жеңіс жоқ. Көксерек тағылық пен тағдыр, қателік пен қасірет туралы ұлы шығарма. Уақыт өте келе Көксерек ауылға қауіп төндіретін айбарлы жыртқышқа айналады. Адам мен қасқыр арасындағы көрінбес шекара үзіледі. Бұл табиғаттың заңын бұзған адамның қайғылы оқиғасы. Бұл еркіндікті тартып алған тағдырдың ащы ақыры. Көксерек адам мен табиғат арасындағы ащы шыншыл хикая.